Oldu mu? Hı? Бүгінгі сұхбатқа қош келдіңіз. Қош келдік. Мен сізге бірінші сұрақтардан бастап қоя берейін. Балалық шағыңызда қандай мамандық таңдауды армандадыңыз? Бала Бақытқалидың армандары қазіргі уақытта орындалды ма? Енді бұл үлкен сұрақ қой. Енді бұл сұрақтың төңірегінде ойлансам, ең бірінші сол бастауыш сыныпта оқып жүрген кезде Мадина апайымыз 2-ші класс болса керек, 2-ші сөйлеммен кім болам деген сұраққа жауап жазыңдар деп жаздырған. Ол кезде хоккейге қызығып жүрген кез, Кеңестер одағында хоккей өте жоғары деңгейде дамыған қақпашы Третьяк деген болатын, Владислав Третьяк. Сондай болсам деп армандайтын едім. Мен сөйтіп жазғам ғой, жаңағы. Кейін өскенде хоккей командасының қақпашысы болып құрама командада ойнаймын деп. Кейін апайым күліп, ол мамандық емес, ол десе, жоқ, Третьяк ойнап жүр ғой соны десем, ол мамандық емес қой, ол жұмыстан тыс уақыттарда олар сол хоккей ойнайды, мамандық деген басқа болады деп түсіндірген еді. Ол кезде түсінбедім, кейін түсіндік қой. Ал енді арман туралы, ол әр кезеңде кіші армандардан үлкен арман құралады ғой. Сондықтан бәрі орындалды деп айта алмаймыз. Бірақ осысына да Құдайға шүкір. Сіздің физикаға деген қызығушылығыңыз бала кезінен қалыптасты ма? Жоқ, енді жалпы физикаға қызығушылық сол физиканы орта мектепте оқи бастаған кезде басталды. Бірақ енді қатты физикадан гөрі мен осы химияға қатты қызығатынмын, және көбінесе сол химия пәнінен олимпиадаларға баратынмын. Енді кейін әйтеуір мамандық таңдар кезде осы физикаға тапсырдық. Онда да қатты қалап емес, бірақ кейін осы жоғары оқу орнында физикамен оқып білу барысында физика қатты ұнай бастады. Кейін қазір физика саласында жүрміз ғой. Ғылым жолына түсуіңізге не себеп болды? Қандай оқиғалар немесе адамдар әсері? Енді негізі басында осы ғылыммен айналысам деген ой болған жоқ. Біз сол мектепте оқып жүрген кезде жоғары сыныпқа жақындағанда Кеңестер одағында үлкен өзгерістер болып жатты. Биліктің басына Черненко деген, Константин Устинович Черненко деген кісі келген. Ол өзі педагог. Сол осы педагогика саласына үлкен реформа жасамақшы болып, үлкен бағдарлама қабылдады. Сол бағдарламамен жаңағы мектептегі мұғалімдер, одан кейін үлкен ағам студент еді ол кезде. Ол кезде технологический институт деп атайтын. Сол технологиялық институтта 5-ші курста оқитын ағам сол бағдарламаны көріп, болашақта мұғалім болсаң жағдайың жаман болмайды деп, желі осы мұғалімдікке қарай бауи бастады. Әрине химия саласына. Сонымен химияға беріліп дайындалдым. Математикамда жаман емес еді мектепте жүрген кезде. Енді Құдайдың қалауымен кейін физикаға ауысып кеттік. Ал енді кейін жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін, осы физика кафедрасында қалғаннан кейін, ғалым ағайлардың жаңағы өмірімен, күнделікті сол кісілермен араласудың барысында осы ғылыммен айналысуға көңіл бөле бастадық қой. Ағай, сіз қандай студент болдыңыз? Қазіргі студенттердің білімі сізді қанағаттандырады ма? Қандай студент болғанда, енді сынақ кітапшасы деп айтады. Сол сынақ кітапшасында бірде-бір 4 деген бағы жоқ. 100% 5 болса, одан кейін мынау емтихандардың барлығының енді бір жартысынан көбі автоматты түрде 5 қойылып атқан болса, жаман студент болмаған шығармын. Дәл қандай студент болғанымды айта алмаймын, бірақ енді соның өзі бір дұрыс студент. Ал қазіргі студенттердің біліміне келсек, бір жақты жауап беруге болмайды. Өте мықты, өте жақсы студенттер де бар. Кей кезде студенттерден сабақ беріп, кейін емтихан кезінде немесе жалпылай сұрақ жауап кезінде кейбір студенттерді өзімнің сол студент кездегі өзім қалай жауап беремін деген сияқты салыстырып көремін.
сол деңгейде қарағанда мықты студенттер де баршылық. Дәл біздің физика математика жаңағы факультетінде, оның ішінде біздің кафедраға тиісті студенттердің ішінде өте мықты студенттер кездеседі. Жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін сіз қандай мамандық қай жерде жұмыс жасадыңыз? Енді мен 1988 жылы осы Шымкент педагогикалық институты деп аталатын, осы Шымкент педагогикалық институтына оқуға түстім. 93 жыл бітіріп шықтық. 93 жыл біз бітірген кезде Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақтар университетінің Шымкент институты болып аталатын. Бірден бітіргеннен кейін осы кафедрада қалдым. Содан бері осындамыз ғой. Университетке алғаш жұмысқа тұрған кезіңізде қиындықтар болды ма? Коллективтеріңізбен бірден араласып кеттіңіз бе, или қиындықтар болды ма? Енді ұжыммен араласу жағынан проблема болды деп айта алмаймын. Себебі өзімді 5 жыл оқытқан ұстаздарым ұжым. Ал енді қиындығы дәл сол біз бітірген 93 жылдары бүкіл бұрынғы кеңестер одағының аумағында өте үлкен өзгерістер болып жатыр еді. Инфляция, ақша ауысып жатты, 3 ай, 4 ай айлық алмаймыз, оның өзі аз ғана айлық. Сондай қиын кезеңдер, материалдық жағынан қиын кезеңдер болды. Ал ұжыммен араласу, ұжымдағы жұмыстан қиындықты байқаған емеспін. Өзіңізді қандай 3 сөзбен сипаттай аласыз? Ең бірінші, қол ашық азаматпын деп ойлаймын өзімді, себебі жұртқа жәрдем бергенді жақсы көремін. Екінші, сенгіш, көп адамға сенем. Кей кезде жаңағы сенген адамның ол сенімнен шықпай жатқан кезде сәл ойланып қалатын кездер болады, бірақ ол қанға біткен нәрсе, сенгішпін. Үшінші, мүмкіндігінше адал адамға сол адалдығын көрсеткім келеді, адал болуға тырысамын. Ғылым мен отбасылық өмірді бірге алып жүру қаншалықты қиын болды? Енді мынау жалпы алғанда өзімді ғалым деп санамаймын, себебі жаңағы жоғарғы аттестациялық комитеттің берген атағының өзі физика, математика ғылымдарының кандидаты, былайша айтқанда үміткер. Сондықтан мен ғалым болуға үміткермін деп санаймын. Өзімді ғалым дегеннен гөрі ұстаз, педагог деп санағым келеді, және солай санаймын да. Ал енді ғылыммен айналысқан кезеңдер 2005 жыл мен 2010 жылдың аралығында ұлттық ядролық орталықтың қарамағына кіретін ядролық физика институтының қарамағында 4 жылдан астам тығыз ғылыммен айналысқан кезеңдер болды. Сол кезде қиындықтар болды әрине, себебі семья, жанұя Шымкент қаласында, мен Алматыда, ал мен табиғатым жанұяшыл адаммын. Сол әр жұма күні кешке таман Алматыдан Шымкентке қарай, ал жексенбі күні кешке таман Шымкенттен Алматыға қарай бір апта почти үзбей барып келіп қатынап жұмыс жасадым. Сол ауырлау болды. Ал енді әрине ғылымның өзінің, тікелей ғылыммен айналысқан адамдар ғылымның өзінің қызықшылық жағымен қатар қиындық тұстары болады. Ондай тұстар көп болды. Ол жаңа отбасы мен ғылымның арасындағы қиыншылық осы жаңағыдай ғылымға беріліп айналысқан адамдар, ол табиғаты ерекшелеу болады, олар отбасынан ажырайды. Соған қарағанда мен өзімді жаңа ғалымға жатқыза бермейтін де осы шығар. Себебі мен шын мәнінде жанұяға қатты көңіл бөлетін адаммын. Кванттық физика, ғарыш немесе жасанды интеллект сіздің ойыңызша қайсысы болашақта адамзат үшін үлкен өзгеріс әкеледі? Енді мынау 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында кванттық теория дамыды. Адамзаттың өміріне көп өзгерістер алып келді, әлі де алып келіп жатыр, болашақта да алып келуі мүмкін. Сол сияқты ғарышты игеруде адамзат өміріне көп өзгерістер алып келді, алып келіп жатыр, әлі де алып келері бар. Ал бірақ енді осы менің ойымша болашақ
бір 10-15 жылдың ішінде адамзаттың өмірі күрт өзгеріп кетеді деп ойлаймын. Оған себеп болатын осы жасанды интеллект. Себебі жасанды интеллекттің дамуы енді бастау алып келе жатыр. Мен ойлаймын, адамзаттың өмірін түбегейлі өзгеріп жүретін осы жаңалық болса керек. Балаларыңыз немесе немерелеріңіздің ғылымға қызығушылығы бар ма? Оларға сіз физиканы үйретесіз бе? Енді бала шаға келетін болсақ, ұлым да, үш қызым да уже мамандық таңдап, алды мамандық иегерлер болмаса, соңғы сен студент. Олардың ішінде бұл ғылымға немесе педагогика саласына ешқайсысының, енді бүйтіп мен өзі осы салада жүргеннен кейін жоғары сыныптарға барған кезде бала шағаммен сөйлесемін ғой. Олардың ешқайсысы бұл педагогикалық салаға қатты қызықпады, ал енді ғылымға да қызықпады. Сондықтан олардың өздерінің таңдауы бойынша мамандық таңдап сол салада кетіп бара жатыр. Ал енді немерелер әлі кішкентай, Құдай қаласа солардың ішінен кейбіреулерінен шығатын сияқты. Себебі көп сұрайды. Көп сұраған адам ол содан бірдеңе шығатын шығар деп ойлаймын. Анау неге бұндай, мынау неге сондай деген сұрақтар көп сұрайды. Осы оқытушылықтан басқа қандай қызығушылықтарыңыз бар? Оқытушылықтан басқа енді жалпы қызығушылық, кішігірім қызығушылық қой. Енді кішігірім нақты мынандай қызығушылық деп айта алмайды екен. Ол бірақ хобби бос уақыттарда кітап оқимын. Енді кейінгі кездерде сәл қолдың бос еместігінен қалып бара жатқан шығар, әйтпесе мен өте көп кітап оқимын, әлі де оқып тұрамын. Қандай кітаптар оқисыз? Көркем әдебиет көбінесе, содан кейін тарихи кітаптарды. Өміріңіздегі ең үлкен құндылықтар қандай? Ол адам болу шығар. Себебі құндылықтардың ең жоғарғысы сол адамгершілік. Үлкен маман болуы мүмкін, үлкен ғалым болуы мүмкін, үлкен жаңағы бір тұлға болуы мүмкін, бірақ барлығының түбі адамгершілік алып келу керек. Адам болу қиын, сол адам болу. Сіздің қосымша оқу орталығыңыз бар, иә? Оны басында ашу қаншалықты қиын болды? Қалай бастадыңыз? Енді оның басталуы сол 2000 жылдардың басында сол осы қалада оқу орталықтары болды. Олар өздері шықты. Сөйтіп мен оларға барып 2 жылдай сабақ бердім. Содан кейін барып олардың жүргізіп жатқан жұмыстарындағы кемшіліктер, бұл жұмысты қалай жүргізсе дұрыс болады, сапа қай кезде артады деген сияқты ойда жүрді да 2003-тен бастап жаңағы өзім жеке дайындық курсын аштым. Ол кезде сәл басқашылық еді. 1,5 ай дайындап жаңағы кешенді тестілеуге жіберетін еді. Ал енді кейіннен барып Алматыға жаңағы ядролық институтқа кеткеннен кейін барып арада үзіліп қалды. Сол жақта жүргеннің өзінде ол жаңағы абитуриенттерді, талапкерлерді ұбт-ға дайындаудан қол үзген жоқпын. Бірақ сол қорғап келгеннен кейін барып Шымкентте үлкен орталық ашамын деген жоспарлар баста жүрді. Сол 2011 жылы 1 қыркүйектен бастап орталық аштық. Аз ғана уақыттың ішінде танымал үлкен оқу орталықтарына айналды. Әлі де жүріп келе жатыр. Ал енді қиындықтар болады. Ең бірінші қиындық ғимарат табу. Әлі де сондай проблема бар. Бірақ әйтеуір жүріп келе жатыр. Сізде физиканы оқып үйренейік деген кітабыңыз бар, иә? Оны жазуыңызға не себеп болды? Енді бұл мынандай болды ғой. Алғашқы 2000 жылдары тест орталығының арнайы жаңағы оқу әдістемелік құралдар шықты да, ішінде мысалы дәл есімде физикада 1836 есеп болатын. Сол есепті балдарға үйретсең, ұбт-да да тестке кірген кезде кешенді тестте сол сұрақтар түсетін. Сондықтан оның бір жеңіл жағы болды. Соны дайындайсың, балдар дайындалады. Жаңағы жадысы, памяті мықты балдар жоғары бал жинап шыға беретін. Кейін бірақ енді уақыт өте келе тесттік жүйеде дами бастады.
бұрынғы 2000 жылғы жаңағы жинақ тест, физика тесттер жинағы деген тест орталық шығарған жинақтың ішіндегі есептер ескіре бастады, жаңа есептер кіре бастады, бұрын қамтылмаған тақырыптар қамтыла бастады. Сондықтан сол кезеңге актуалды болатын оқулық ешқандай оқулық жоқ. Мысалы математикада басқа пәндерде бар болды да, бірақ физикада болмады. Сондықтан ең алғашқы кітапты жаңағы өзім ойладым, енді осылай өзім құрастырсам, өзім ішінде қандай кемшілігі бар, қай жерді қалай айту керек екенін түсіндіру оңай болады ғой деп, сол 97 жылдар ма 98 жылдары ең алғашқы кітаптарды даже типографиядан емес, өзім қолдан үйде А4 форматқа шығарып алып, шетін қырқып тастап, өзім тігіп, сөйтіп таратып жүрдім алғашқы 1 жыл. Кейін оқушылардың саны артқаннан кейін барлығын өйтіп алмайтын болғаннан типография арқылы шығаруға тура келді. Қазір уже 98 жылдан бері, неше жылдан бері осы кітап, қазіргі таңда бүкіл Қазақстанда осы физикаға дайындалған балдар 100% демесем де, енді басым көпшілік осы оқу құралымен дайындалады. Ағай, сіздің шәкірттеріңіздің арасында өзіңіздің есіңізде қатты қалған шәкірттеріңіз туралы енді шәкірттер көп, енді үлкен салаға да қазіргі кезде енді жаңа айтып жатырмын, 98-ден бері дайындалып жатқан шәкірттердің ішінде ғылыммен айналысып үлкен жетістікке жетіп жатқандар бар. Мынау программирование жағында үлкен жетістікке жетіп, үлкен орталықтарда үлкен ғалым болып жұмыс істеп жатқандар бар. Басқа салаларда, сан алуан салаларда қызмет жасап жатыр. Ал енді мынау Пернехан деген 9-шы мектептің оқушысы бар еді. Ол қазір сол Microsoft компаниясында үлкен инженер, белгілі тұлға. Тағы Аманхан деген соның ағасы бар, оны да дайындағанбыз. Одан кейін мынау Бағлан деген 47-ші мектептің Айту Бағлан деген, ол да менің алдымнан өткен, қалаға келсе амандасып тұрады, қазір Австралияда, Европада жүр. Біресе Парижде, әр жерде қызмет атқарып жүрген үлкен осы IT саласында үлкен қызметкерлер. Ал енді осы қазіргі кездегі осы өзіміздің оқу орнында үлгілі студенттер болып жүрген Әбдуәли, ол да өзіміздің алдымыздан өтті оқушы кезінде. Қазір 2-ші курста оқып жатқан Серікбай Сержан да болашақта үміт күтіп отырған студенттеріміздің бірі, үлкен жетістіктерге жететін. Осы сияқты көп жетерлік. Физикадағы өзіңіздің ең сүйікті формулаңыз бен заңыңыз қандай? Өзіңізге қатты жақын тұратын. Енді физикада ең жақсы заң. Физиканың заңдарын барлығы, табиғаттың заңдарын барлығы дұрыс қой. Бірақ енді қазіргі кезде теориялық физикадан сабақ беріп жүргеннен кейін, теориялық физиканың ішіндегі керемет жаңағы формулалар бар. Мысалы, әр салада әртүрлі, мысалы, кванттық механикада Шрёдингер теңдеуі, электродинамикада Максвеллдің теңдеулері, классикалық механикада Лагранж теңдеуі, Гамильтон теңдеулері, Гамильтон-Якоб теңдеулерін есеп шығару барысында қолдану өте бір үлкен қызығушылық тудырады. Студенттердің арасында да жалпы қызық нәрсе деп ойлаймын. Студенттер қызықтыратын нәрсе деп. Егер де уақыт машинасы болса, сіз қандай ғалыммен кездесер едіңіз? Ондай жағдайда ғалымдардың барлығы тегін адамдар емес қой. Бірақ енді өзім ғылыми жұмысым экспериментпен байланысты болғаннан кейін, осы эксперименттердің атасы Фарадейге жолығуға болады. Мынау Эйнштейн, жұрттың барлығы, физиктердің барлығы Эйнштейнмен жолыққысы келетін шығар, Эйнштейнмен жолығуға болады. Ондай мүмкіндік болып жатса, тірідей көріп, әр кезде бір шыққан кезде восковые фигуры деген жерде Эйнштейн жеріне барып суретке түскеніміз бар. Бекерден бекер емес шығар, тірі болса сонымен сөйлескім келеді. Ағай, сіздің ойыңызша ғалым адам қандай болуы қажет? Енді көп жағдайда қазіргі кезде
ғалым деп біз жаңағы сөзді көп қолданамыз да, ғалым деген сөздің мағынасын, мәнін төмендетіп жүрген сияқтымыз. Енді біз Қазақстан деңгейіндегі физика саласындағы ғалымдардың арасында 4 жылдан астам, 4,5 жылдай жүрдік қой. Сонда байқағанымыз бәрі қарапайым болады. Материалдық жағына көңіл бөлмейді. Жұпыны киінілсе де, жаңағы сондай бір, менің ойымша, қарапайым болады. Бірақ екінші, сол ғылымға беріліп кеткен адамдардың жаңағы нестандартный деп айтады ғой. Сонда таза ғалым болу үшін нестандартный адам болатын шығар. Біз көріп жүрген қалыптан шығып кететін адамдар. Мінезінде де, жүріс тұрысында да, сөздерінде де сондай бір, мүмкін біз дұрыс айтпайтын шығармыз, сәл ерсілеу, жаңағы ауытқушылық бар сияқты болып көрінетін адамдар, солар нағыз ғалымдар шығар деп ойлаймын. Ал енді осы ғой, менің ойымша, нағыз ғалымдар сол көп ізденетін, өте төзімді, өте шыдамды адамдар, солардан бір үлкен ғалым шығар. Еліміздегі білім беру саласы қанағаттандырады ма? Дәл қазіргі деңгей онша қанағаттандыра бермейді, бірақ енді сіз нені өзгерткіңіз келеді білім беру саласында? Білім беру саласында бір реформаны бастады ма, соны аяғына дейін жеткізу жетпей жатыр ғой. Бастайды, келесі 3-4 жылда жаңа министр келеді, ананың бастаған нәрсесін бір жолда қалады, оған пәленбай қаржы бөлінеді. Бірізділік керек. Және әр жерден үзіп алып, әрдеңені алып келе бермей, бір жүйе жасап, сол жүйемен нәтижеге қол жеткенге дейін тоқтамай жұмыс жасау керек сияқты. Ал қазір бізде білім саласында түрлі реформалар, аяқталмаған реформалар жүргізе беріп, қазір былайша айтқан кезде шатасып жатқан нәрсе ғой. Оның барлығы білімге үлкен кері әсерін тигізіп отыр. Қазіргі мектеп оқушылар мен ата-аналардың физикаға деген көзқарасы мүлде басқаша. Олар қиын пән деп санайды да. Оларды қалай шығара аласыз физикаға, қалай қызықтыра аласыз? Енді дәл қазір емес, бұрында да физиканы басым көпшілігі қиын пәнге жатқызады. Бірақ бұның барлығына себеп осы орта мектепте физика пәнін оқытуда көптеген проблемалар бар, соның бірі сағаттың аздығы шығар. Ал енді сол сағаттың аздығынан балдар физиканы шала түсінгеннен кейін ауыр сияқты болып тұрады. Екіншіден, кадрлардың білім деңгейінің төмендігі шығар. Қай мектепте физик маман мықты болса, сол мектептен біздің оқу орталығына келген кезде бірден балдардың деңгейі көрініп тұрады, физикасы әжептәуір болып келеді. Сондықтан және физика қатты қызығып келеді. Сондықтан бір сөйлеммен жауап беру қиын. Кадрлар туралауымыз керек. Екінші, сағат санын көбейтуіміз керек. Себебі қолданбалы ғылым ғана елдің болашағы, елдің экономикалық өркендеуіне әсер ететін нәрсе. Ал қолданбалы ғылымның негізі осы физика, математика. Сондықтан әлі де болса, мен ойлаймын, соған келеді. Физика, математиканы орта мектепте оқытуға өте көп көңіл бөлетін заман келеді. Енді осы кафедраның мүшелері туралы жеке-жеке айтып берсеңіз. Алматы Жүсіп ағай туралы. Жүсіп ағай біз студент кезде осы физика кафедрасының меңгерушісі болып істеген адам. Бұл кісі өте адал, өз ісіне берілген нағыз педагог. Және қолынан іс келетін жаңағы экспериментатор педагог деп ойлаймын. Нәлтаев Әзірет ағай. Әзірет ағай менің ғылыми жетекшімнің бірі болып табылады. Өте физика
жағынан, білім жағынан өте жоғары деңгейдегі, әлі де көп беретіні көп ұстаз деп ойлаймын. Және адамгершілігі өте үлкен. Тұрманбек Төребай ағай. Біздің дәл қазір кафедрада бірден бір ғылым докторы осы Төребай ағайымыз. Өте бір адамгершілігі үлкен, білімі терең, нағыз ғалым деп айтуға болатын ағайымыз. Уәлиханова Баян Сапарбекқызы. Баян кейінгі, өзіміздің студент күніне кейінгі жастарды арасындағы ғылымда да, педагогика саласындағы жалпы басшылық жағынан да көзге түсіп жүрген, ұйымдастырғыш қабілеті жоғары. Осы кафедраның болашағы, мен бір сөйлеммен айтқанда осылай баға беремін. Абдрахманова Хадиша. Енді ол кісі кейінірек келді, кейінгі кезде көріп жүрміз, бірақ енді бұлай етене тығыз араласпағанымен, енді белгілі бір салада үлкен жаңа жетістіктерге қол жеткізіп жүрген кафедра мүшесі деп ойлаймын. Ғани апайымыз, ол да жаңа кейінірек келді. Кафедрада өзі орны бар ұстаз. Енді Гүлбанова апайымызбен 94 жылдан бері бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Өте ақкөңіл. Осы кафедрада орны бар тұлғалардың бірі ғой. Толық айтпашасың. Қандай коллектив болған, қандай қызықты оқиғалар есіңізде? Енді мен 88 жылы осы ол кезде айттым ғой, бағана Шымкент педагогикалық институт деп аталатын еді. Сол кезде студент болып бірінші курсқа қабылдандық. 93 жылы бітіріп шыққаннан кейін осы жерде істеп келе жатырмыз. Өте мықты ұстаздар болды. Атап айтсақ, жаңағы Пірімқұл ағайымыз болды, Әбдікәрим Пірімқұл ағайымыз болды, Қарабек Нәрзілда Назарұлы болды, Шүленбаев Кенжек ағайымыз болды, Марин Айтмахан ағайымыз болды. Барлығы өте үлкен, өте мықты мамандар, өте мықты ғалымдар, өте мықты педагогтар еді. Көп нәрсені солардан үйрендік. Айдар ағайымыз бар, Ағылқов Айдар ағайымыз, Сарағзамна бар, Тілі апайымыз бар, Әзірет ағайымыз бар. Барлығының әсері болған шығар осылай қазіргі Бақытқали болып қалыптасуға көп әсерлер тиді. Ұжым өте керемет ұжым болатын, ұйымшыл ұжым болатын, әлі де сол ауызбіршілік жоғалмаған, салыстырмалы түрде өте жақсы ұжым деп ойлаймын, ұжымды. Қожабекова Эльмира Апайтова. Эльмира ол өзіміздің студент, мен куратор болған. Болашақта жақсы педагог болады. Қазір енді мына докторантураны бітіріп, қорғау бағытында жұмыстар жүргізіп жатыр. Сәттілік тілейміз, Құдай қаласа қорғаласа жақсы маман болатын шығар. Рамазанова Сарапай. Сарапай жаңа айтып өттім, сабақ берді астрономиядан. Жаңағы дүние жүзіне белгілі Москва жаңағы мемлекеттік университет МГУ-ды бітірген, сонда қорғаған, өте үлкен ғалым, педагог, оңтүстік өңіріндегі жалғыз астроном, астрономия саласының маманы. Ең жақсы сөйлейтін апайларымыздың бірі бұл. Ақылбек кейбір қыр-сыры өзіме келетін сияқты. Салмақтылығы, көп сөйлемейтіндігі,
болашақта егер осы салада жүре беретін болса, осы кафедраның болашағы осы Ақылбек, Бекзат, Бағдат сияқты жастар деп ойлаймын. Енді сол Әбдіқадыр Бекзат аға туралы. Бекзат өзіміздің студент. Көп сөйлемейтін, үндемей отырып, бірақ берілген тапсырманы уақытында орындап, сапалы орындайтын студенттердің бірі еді. Кейінгі мына ғылыммен айналысуы да барлық көз алдымызда өтті. ЕНУ-да Евразия университетінде магистратураны бітірді, кейін Түркияға барып, сол жақта докторантурасын бітіріп қорғап келді. Қазіргі кезде әр кезде енді әңгімелесудің барысында ойлаймын, өте терең білімді, жаңағы болашағынан үлкен үміт күттіретін, осы кафедраны болашақта жаңағы деңгейін жоғарылататын кафедра мүшесі. Ерғали Дәулет аға туралы. Енді Дәулет туралы енді ол ерекше, оған бір 2-3 күн айта беруге болады. Сарғазам айтпақшы, ол туралы энциклопедия жазсаң да болады екен ғой деп қояды. Енді себебі 88 жылдан бері екеуміз бірге жүрміз. 5 жыл бірге оқыдық, одан кейін бірге жұмыс жасадық. Алматыға да жаңа ұлттық ядролық орталықтың қарамағындағы ядролық институттың қарамағынесінде лабораториясында бірге жұмыс жасап жүріп 4-5 жыл екеуміз бірге қорғап келдік, әлі де бірге жүрміз. Өте терең білімді, интеллектуал, креативті, жақсы басшы болатын адам, досым. Керімтай Әлішер қалай тарадыңыз? Әлішермен көп араласамадым, бірақ күнде көріп жүрміз ғой. Енді болашақта қай салаға кететінін білмеймін, бірақ енді қай жерде жүрсе де өзінің ісіне тындырымды, тиянақты жігіт сияқты. Жанар біздің кафедраның гүлі. Жанар келгелі бері әйтеуір ең бірінші баян ғой, баян баға береді, баянның көңілі толады, олай болса өте керемет деген сөз. Енді мен мүмкіндігінше барлығы туралы объективті жауап беруге тырысып жатырмын. Алып, жаңа біреуді шектен тыс мақтап, немесе біреу шектен тыс жамандау, ондай әдетімде жоқ. Бірақ енді мүмкіндігінше объективті жауап беруге тырыстым. Болады енді бірге жүріп келе жатырмыз ғой. Осы кафедрадағы істерінің бәрі өте тиянақты, артық нәрсе жоқ, өте мықты маман, педагог. Талапты да дұрыс қоя біледі студенттерге, және сол талапты орындата алады. Мынау әр кезде бұрындары бітірушілердің диплом жұмысының және бітірушілер комиссиясында мүше болып жүрген кезде дипломниктердің жұмысын тыңдаймыз. Сол кезде кафедрадағы ең сапалы жұмыстар осы болады деген болады. Сондықтан өте мықты педагог деп санаймын оны. Жастарға айтар кеңесіңіз? Енді бір үлкен сөз бар. Жаңағы уақытын босқа өткізіп жатқан жастар болашақта ізденіп жүрген немесе оқып жатқан жастарға қызмет жасайтын болады деп. Қазіргі заман білімнің заманы, қазіргі заман ғылымның заманы. Сондықтан көп іздену керек, уақытты босқа өткізбеу керек. Мейлі қай салада кейін қызмет жасаса да материалдық жағынан қиналмайтын жағдайға жету үшін көп іздену керек қой. Аға, егер де сіз оқытушы болмағанда кім болар едіңіз? Оқытушы болмағанда кім болар едім? Өзіңізді қай салада көресіз? Енді пәленбай жылдан бері осы салада жүргеннен кейін басқа саланы елестете алмай жатырмын, бірақ саудада болуға болады, ау деп ойлаймын. Саудаға деген бар сияқты, бірақ енді кейін ойлаймын, басқа саланы елестете алмайды екенмін дәл қазір.
ертеректе болса жауап беретін едім. Қазір енді дәл жауап айта алмаймын, қай салада болатынын. Енді аға біз кішігірім ойын ретінде сұрақтар қояйын. Мен сізге қазір сұрақтарды оқимын, сіз маған шын или жалған деген жауап беріп отырасыз. Иә, жоқ деп айтуға болады ма? Иә, жоқ. Сол өміріңізде болған ба, или болмаған ба деген. Менің барлық эксперименттерім сәтті өтті. Жоқ, ондай деп айта алмаймыз ғой. Студент кезінде емтиханды бір рет болсын шпаргалкамен тапсырғанмын. Жоқ, мен өзі шпаргал қолданылмайтын адаммын. Маған ғылыми зерттеу жүргізуден гөрі сабақ беру көбірек ұнайды. Иә. Менің өмірімде бір сәтте барлығын тастап, мүлде басқа салаға кеткім келген кездер болды. Болған, ондай нәрселер болған. Студенттерден келген бір сұраққа нақты жауап бере алмай, өзім ізденуге мәжбүр болған кездерім болды. Енді бір сәттерде бір студенттер болады, сондай сұрақ қояды, сол кезде адам ойланып қалып, кейін бір 2-3 минут ойланып барып, жобалап жауап берген кездер болды. Студенттерден келген ең қиын сізге, қиындыққа ұшыратқан сұрақ қандай болды? Қобалжып қалған сұраққа жауап берген. Бұл әрине бұл физика бойынша емес, көбінесе интернеттен бір деңгені оқып келеді. Студенттер сол интернет бойынша ағай мынандай болайын деп жатыр, мынандай болыпты ғой деген сияқты сұрақтарды қойған кезде, ол сұрақпен таныс емес кезде, сол жаңағы мен айтқандай ойланып барып, жобалап, мынандай болатын шығар деген сондай жауаптар тұспалдап жауап берген кезіміз болған. Ал былай енді есімде жоқ екен, бір сұраққа жауап бермей қиналып қалған кез. Менің студенттерімнің арасында болашақ ғалымдар бар. Көп жетеді. Сіз тылсым құбылыстарға мүлде сенбейсіз бе? Әлде сенесіз бе? Сенемін. Енді түбегейлі сенемін деп айтамын, бірақ кейбір сәттерде сенуге тура келеді. Физиканың көмегімен ғажайып нәрсе жасауға болады ма? Ғажайыптың бәрі осы физиканың арқасында болып жатыр ғой. Ғажайып деген нәрсе не? Мысалы, жасауға болатын нәрсенің барлығы біртіндеп жасалынып келе жатыр. Ал болашақта жасанды интеллекттен кейін көп нәрсе өзгереді дедік қой. Нағыз ғажайып сол кезде болатын шығар. Ағай, бүгінгі сұхбатыңызға рахмет. Өте керемет болды. Рахмет. Сендерге де рахмет. Eşlik kerek емес алып сөз астына.